Құрақ құрау деген сөзден шыққан. Құрақ түрлі түсті маталардан құралады. Қазақ ұғымында құрақ көрпеше бірі екеу, екеуі үшеу, төртеу болып, тапқаны құралсын, басы құралсын деген ырыммен жас отау иелеріне беріледі. Енемнің айтуынша, құрақ табыстың құралғанын, кіріс кіргенін тілеп тұратын көрінеді. Сол үшін де енді ғана үй болып, отау құрған жас отбасыға құрақ көрпеше беріледі. Енемнің тірі кезінде балаларымның дүниесі құралсын, жан басы мен мал басы көбейсін деп үнемі құрақ құрап отыратын. Мен 10 перзент тәрбиелеп, қызды қияға, ұлды ұяға қондырған анамын. 20 немерем бар, алды студент, бақытты әжемін. Жасым 70-ке келсе де, қыздарым мен келіндеріме ақыл айтып, халқымыздың салт дәстүрлерін насихаттаудан жалыққан емеспін. Қазақтың салтының, дәстүрінің қай-қайсында да тәрбие, наным-сенім және терең философия бар. Ауылды қаймағы бұзылмаған қазақы өңір дейміз. Ауылда халықтық салт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған қалпында сақталған. Ауыл адамдары ұлттық болмыс бітімнен ажырамаған деп түсінеміз. Әйтсе де, ауылда қазақтың салт санасын білмейтіндер бар. Жақында ағайындас бір абысыным кенже қызын ұзатты. Қыздың жасауына деп өз қолыммен әдемі етіп, құраған 4 құрақ көрпеше қоспақ болдым. Сонда абысыным: "Қызым, қалаға тұрмысқа шықты ғой, құрақ сәннен қалған. Қазір небір әдемі дап-дайын көрпешелер сатылымда бар" деді. Қазір бәрі бар, ал бұрынғылар жоқшылықтан әр мата қиындысынан құрап, көрпе тіккен дейсің бе? Әлде бұрынғылар сәнді білмеді ме деп ренжідім. Керісінше, бүгінде қала адамдарының үйлеріне бара қалсаңыз, құрақ көрпешелерді, құрақ жастықтарды көресіз. Қаладағы туыстарымның үйінен қазақтың құрақ құрау қолөнерінің ежелгі түрінің қайтадан жаңғырып, қазіргі заманмен жарасым тауып отырғанын көріп қуанамын. Ал отау құрған жас отбасыға неліктен құрақ көрпеше берілетіндігін білмейтін ауылдағы 60 жастағы абысыныма қынжыламын. Баяғыда енем құрақта 3 бұрыш геометриялық фигурасын жиі пайдаланатын. Ал қазақтың дәстүрлі көзқарасы бойынша 3 бұрыш су, жер, ауа, 3 ғаламның белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты меңзейді. Жалпы қазақтың ұғымында 3 бұрыш кірісті, бірігуді бейнелейді. Құрақ көрпешені базардан сатып алғаннан гөрі әр ана өзі құраса жақсы екен. Мұны көргені көп, марқұм енем айтып отыратын. Ол егер үйде шығын болса, дереу ескі тігім машинасының құлағын бұрап, құрақ құрауға кірісетін. Құрақта түстердің белгілі бір бірлікте тұруы, ғарыштан молшылық, қуат тарататын қасиетке ие дейтін. Маған құрақ құрауды енем үйреткен. Ұлдарым еншісін алып, бөлек шыққанда және қыздарым ұзатылғанда, бәріне де өз қолымен құрақ көрпеше тігіп бергенмін. Ол қыздарымның бүгінде тұрмыстары жақсы. Енем 90 жасқа келгенше құрақ құрады. Одан перзенттері жаман болмады. Менің күйеуім 10 перзенттің әкесі болса, ағасының 9 баласы бар. Ең үлкен қайнағамнан тараған ұрпақ та көп. Міне, құрақ өнерінде осындай наным-сенімнің негізі жатыр. Одан бөлек ата-әжелеріміз құрақты тіл көзден сақтайтын, жамандықтан қорғайтын тұмар ретінде де пайдаланған екен. Ерте кезде баласы шетіне берген үй тіл көзден аман болсын деген ырыммен 40 құрақ құрап, жас нәрестені соған ораған. 40 құрақ матадан сәбиге көйлек кигізсе, ересек балаларға 40 құрақтан шапан, тақия тіккен. Сонымен қатар, құрақ құраудың тәрбиелік мәні де ерекше. Әжелеріміздің мата қалдықтарын тастамай, іске жаратуды, үнемділікке, ұқыптылыққа, түстерді үйлестіре білетін әсемдікке үндейді, төзімділікке тәрбиелейді, қиялды ұшқыр етіп шындайды, танымды арттырады, жан дүниені байытып, ой өрісті кеңейтеді. Ұсақ мата қиындыларын қиюластырудың денсаулыққа айтарлықтай пайдасы бар. Жүйкені тыныштандырып, тынықтырады, көзді шынықтырады. Жалпы, құрақтың философиялық, тәрбиелік, эстетикалық мән-маңызы зор. Қазір кейбір үйге бара қалсан, фэн-шуй дейме, әйтеуір құрбақа мүсініне ұқсас, кәдесыйға тиын тістетіп, төріне қойылғанын көремін.
тасбақа мүсіндерін де көргенмін. Үй егесінен мұнда не сыр жатқанын сұрай қалсан, оның үйге ақша, молшылық шақыратынын айтады. Табыс шақыру үшін Қытайдың фэншуйін пайдаланғанша, өзіміздің ертеден келе жатқан құрағымызды неге төрге шығармасқа? Құралуды ойлаған әрбір отбасының отанасы құрақ құрай алса игі.